Саламатсыздар ма балалар? Қане енді бір-бірімізбен амандасайық. Жақсы. Отыра қойыңдар. Бүгінгі сабағымызды балалар жақсы көңіл күймен бастайық, иә? Қане, әр сабаққа белсене қатысып отыруларыңыз сұралады. Қане балалар, енді өткен сабақта еске түсіретін болсақ, үй тапсырмасы бойынша біз түркі халықтарының музыкалық дәстүрін бастағанбыз, иә? Бүгін біз енді сол түркі халықтарының музыкалық дәстүрін балалар ары қарай жалғастырамыз. Енді осы өткен сабақ бойынша балалар тапсырмалар, мына жердегі көріп тұрсаңдар бірнеше тостақан тұр, иә? Осы тостақанның ішіндегі сұрақтарды таңдау арқылы үй тапсырмасын пысықтап жауап береміз. Пысықтаймыз, иә? Үй тапсырмасын. Қане балалар, кім тақтаға шығам дейді? Тақтаға шығатын мынау тостақандардың ішіндегі сұрақтарға жауап береміз. Қане, кім шығады? Қол көтереміз. Әдия шыға ғой. Мына стақандардың ішінен бір тапсырманы таңдап аласың. Қойылған музыка қай халықтың екенін анықта. Қазір балалар бір әуенді қоямын, соны Әдия табу керек, иә? Тыңдаймыз. Егер де Әдия таппаса, сендер табасыңдар. Қай халықтың музыкасы? Әдия дайынсың ба? Балалар, Әдия жауап бере ғой, қандай халықтікі? Қазақ халқының музыкасы. Дұрыс па балалар? Дұрыс, иә? Жақсы. Өте жақсы. Келесі. Оған сұрақты мына стақанға салып отырамыз. Қане, кім шығады? Санжар шық. Қолдарын көтеріп балалар, белсене сабаққа қатысып отырамыз. Жылдам. Хакас халқының әндерінің кең таралған түрі. Хакас халқының дейді халықтардың әндерінің кең таралған түрі айта ғой. Егер Санжар жауап бермесе, басқамыз жауап беруімізге болады. Сәне Хакас? Умай. Хакас халқының кәсіпратындарын өз айтады, түсінбейтін. Хакас халықтарының әндерінің кең таралған түрі. Хакас халқының әндерінің кең таралған түрі. Тақпақ. Дұрыс па балалар? Енді осыны дегенде қазақша жыр деген сөз, тақпақ деген. Тақпақ деген. Өз ағатында тұр ғой. Тақпақ. Осының мағынасы қалай айту түсіндіруге болады? Қандай? Басқа тілде өзгеше аталады. Жыр деген мағынасы. Және тақпақ, иә? Тақпақ қазақ тіліне аударғанда не? Тақпақ деген сөзбен, иә? Кең таралғаны және тақпақ. Жақсы отыра ғой. Келесі бала. Тезірек. Санжар. Темірлан. Бос қалған қыстар, иә? Осыған салып отырамыз. Оқи ғой сұрағында Темірлан. Дәстүр және музыкалық дәстүр сөзіне анықтама береді. Дәстүр дегеніміз ұрпақтан ұрпаққа қалып жатқан салт дәстүр. Башқұрт халқының ән айту ерекшелігін ата. Башқұрт халқының ән айту қандай ерекшелігі бар? Қалай ән салады екен? Қоятындар балалар бірінші айзереуі жауап береді айтады. Қалай екен балалар? Көмеймен айтады, өздерінің ерекше бір түрі өте жақсы отыра ғой. Келесі балалар кім шығады? Алақан соқпаймыз. Келесі кім шығады? Шықпағалы. Қазақ халқының музыкалық аспаптарын айтамын. Домбыра, жетілген қобыз. Тағы да? Тағы қандай аспаптар бар? Шаңқобыз. Жақсы. Барлық сұрақтарға жауап беріп қойдым. Жақсы балалар. Сонымен қатар Хакас халқының қандай музыкалық аспаптары бар? Хакас халқының. Чатқан. Қол көтеріп айтамыз. Қандай аспабы бар Хакас халқының? Чатқан аспабы, иә? Енді осы балалар чатқан аспабының біз қазір аспабы қалай пайда болған екен? Сол аңызды тыңдаймыз. Заманда чатқан деген қойшыдан қамияның өсіріпті.
қойшының жұмысы ауыр, чатқан ұзақ уақыт қойшының қиын өмірін жеңілдету туралы ойлап, бір күні шыршалы балқарағайдың бір бөлігін алып, ішінен ұзын қорапты алып, оған қыл салып ойнай бастады. Ол аспапты керемет ойнағаны соншалықты ұшқан құс жануарлар тыңдаған екен, ал адамдардың жүректері бақытқа бөленді. Табын алқапқа шашырай бастаған кезде, чатқан музыкалық қорабын шығарып, ойнаған кезде сиқырлы музыка тыңдау үшін қойлар айналасына жиналады. Осылайша керемет аспаптың даңқы бүкіл Хақас жеріне тарайды. Түсінікті ме балалар? Ал не түсіндіңдер сонымен? Хақас аспаптың музыкалық аспаптар туралы не түсіндік? Сонымен мағынасы қалай? Темірлан? бір чатқан атты қойшы болыпты. Оның жұмысы өте ауыр болғандықтан, ол жеңілдету үшін шыршалы балқарағайдың ағашын алып аспап жасайды. Оның ең жақсы керемет орындағаны сонша жануарлар да тыңдайтын. Адамдардың жүрегін жүрегін жаулап. Сонымен қатар қандай көмекші құрал болған ол? Оны қойлары өзіне қайтып келеді соның арқасында. Оны өйткені олар қойлар, балалар, малдар жайылғанда жан-жаққа тарап кетеді, иә? Сол кезде оны жинап алу үшін музыка аспабы, осы чатқан аспабы өте көп көмек берген, иә балалар? Міне, малшыға өте жақсы темалар. Ал енді балалар жаңа сабағымыз бастаймыз. Бүгін осы айтты ғой, түркі халықтарының музыкалық аспаптарын арқалай жалғастырамыз. Біз бүгін қазір балалар бірінші өзбек халқының музыкалық аспаптары мен одан кейін қырғыз халқының музыкалық аспаптарының оның мақсатымыз олар музыкалық аспаптармен танысамыз, үндестігінің айырмашылығын көреміз. Одан кейін осы екі халықтың өзбек және қырғыз халқының музыкалық аспаптарының ерекшелігімен, сонымен қатар олардың дәстүрімен танысамыз, иә балалар, ары қарай. Кәленді ең бірінші өзбек халқының музыкалық аспаптары өте көне заманында өздерінің музыкалық өнерін мақтаныш етеді екен. Қазіргі кезде оның құрылымы да өзгерген балалар, иә? Оны жастарға оны үлгі тұтып, ары қарай дәстүрлерін, осы музыкалық өнерін жаңғыртып келе жатыр. Енді қазір біз балалар қарасаңдар, мына жерден өзбектің ұлттық аспаптары туралы кішкене үзінді бейнені көрейік. Олар енді қазір біз осы өзбек халқының музыкалық аспаптары жайлы жаңа айттық қой, музыкалық аспаптары қандай музыкалық аспаптары бар? Жаңа айтып өтті. Дайра, гиджар, сухай, чанс деген, иә? Енді біз осы музыкалық аспаптардың үндесін көрейік мына жерде. ежелгі хорезм, соғды және бактрия жердің түрлі өркениеттің бастау бұлағы болған тарихи мекен деп айтуға болады. Тіпті өзбек мәдениетінің қалыптасуына да осы аумақтағы рухани құндылықтардың зор ықпалы болды. Мәдени дамуында осы маңдағы көптеген халықтың рухани мұраларының үлесі жұрнағы бар. Мәселен сурет, қолданбалы өнер, халық музыкасында өзара байланыстар бар. Балалар түсінуге, сонымен музыкалық аспаптар қандай деді? Чан, дойра, гиджа, най, сурная. Енді мені музыкалық аспаптарын көрдік, дәстүрмен таныстық, айттық, иә? Әсіресе кең таралған түріне күй өнері, иә? Би жанры. Оны қандай бесеге қолданылады дейді балалар өмірде? Тойда, ойын-сауықтарда, иә? Үлкен концерттік сахналарда біз жиі өзбек билерімен кездесеміз, иә балалар? Өйткені музыкасының ырғағының өзі адамды желіктіріп, биге әуестендіреді, иә болды.
Қырғыз халқының, иә? Ал енді қырғыз халқы қандай халық бізге? Туыс, өте тұрмыс салт жағынан да, музыкалық аспаптар жағынан да қазақ халқының музыка дәстүрімен де қай жағынан болсын үндесіп жатыр, иә? Бізге өте тілдері де бізге келе ме балалар? Түсінеміз, иә? Қырғыз халықтары сөйлеп жатқанда кейбір сөздерді түсінеміз. Өйткені бізге өте жақын туыстас халықтың бірі осы өзбек халқы. Олар бізде домбыра болса, оларда қандай музыкалық аспап балалар? Қомыз дейді, иә? Оларда өте кең тараған музыкалық аспабы. Енді осы қырғыз халқы туралы біраз үзіндіні көрейік балалар. Мысалы, сырғалтай өңіріндегілер бубенді пайдаланыпты. Осылайша әуенге елітіп, трансқа түсіп, тіпті ауа райымен бір байланыс жасап, болашақты болжай алған. Аспаптардың көмегімен рух шақырған. Ал қырғыз шамандары негізінен комуз бен қылқияқты қолданған. Оның күңіренген даусымен олар да рухани әлемге еніп, тіпті осы шамандық түсінік арқылы емдік шараларды да жүргізген. Қандай ерекшелігі бар екен дәстүрінде? Қандай ерекшелік? Мысалы, бізде де қобызбен бұрынғы заманда адамға айтады ғой, жын кірген деген болады, иә? Мысалы, бұрынғы заманда сондайды. Айтады ғой, адам бір ауырады ғой, есі кетіп, сонда қобызбен емдеген балалар от жағып қойып, науқас адам жатқызып қойып, ал бұларда дол аспабымен балалар, яғни бақсылық аспаптар, бақсылық үндес санымен нені емдеген? Науқас адамдарды емдеген екен. Енді балалар, Қырғыздың қандай музыкалық аспаптары бар екен? Қылқияқ. Бізде бар ма? Иә, қазаққа жетіген. Сосын темірлар. Иә, қомыз. Соны бізде даңғыра болса, балалар дол аспаптар. Ал жақсы балалар, енді біз кәні кішкене бағаныз, кішкене тегіп тұрсақын жасап жіберейік. Мына жерде музыкалық аспаптар бар балалар, осы музыкалық аспаптар арқылы қазір біз музыка әуенімен әрбір аспапты қосылып ойнауға тырысамыз. Қазір мен таратып беремін. Сылдырмақтар дегенде сылдырмақ, домбыра дегенде домбыра аспабы, домбыра дегенде домбыра аспабы қосылады. Ал, сеніп тұрсатын жасап жіберейік, иә балалар? Тұяқтас дегенде тұяқтас аспабы, сасырмай бұнда сасырмай аспабы, шаң қобыз дегенде шаң қобыз аспабы ғана, сол оқушы ғана тұрып, аспап, музыка аспаптар қосылып орындайды. Мен қазір музыканы қоямын.
қимыл құсқа, сондықтан бұл құс қанаты. Мынау неге қайшыға ұқсайды, бұл қайшы бет қимылы. Айна бет қимылы бар. 1, 2, айнаға қараймыз. Одан кейін қолымызды мына жаққа осыдан бет қимылы туындаған екен. Одан кейін міне шаңырақ 1, 2, 3. Енді осы 5 бет қимылынан біз музыкалық композиция құрып, бет қимылын осы 5 қимылды қосып билеп шығамыз балалар, иә? Конкетті бірінші былай. Жақсы түсінсеңдер 10 балл, мен орташа ғана түсіндім десеңдер, орташа балланы бірден 10-ға дейінгі балдарды өздеріңіз бағалап шығып, осы бабына не істейміз? Атымызды жазып шығамыз балалар. Қалай сабақты қалай түсіндім де бастан аяқ. Соны маған қазір осы өздеріңіз бағалау арқылы не істейміз балдар? Өздеріңіз
бағалау арқылы жауап береміз, балалар маған. Үйге тапсырма балалар сендерге өзбек және қырғыз халқының музыкалық аспаптарын оқып, осы туралы ақпараттарды интернеттен ақпараттарды толықтырып өздерің дәптерге жазып, және соны оқып келеміз. Домбырасы сәл қайда әнін жаттаймыз. Жақсы балалар, сол.